Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз жасалу жолы өте оңай әрі дәмді үй жағдайында мороженое жасайтын боламыз. Құрамы қолжетімді, балаларыңыздың көңілінен шығатынына сенімдімін. 2 заттан ғана тұрады. Және салқындатылған сливки және де сгущенка. Миксерлейміз, қоюланғанға дейін миксерлейміз. Дайын болды. Енді бізге мороженое жасауға оның формасы мороженейдің және де таяқша қажет болады. Формамызға салып шығамыз. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін, сол жерден қарасаңыздар болады. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ауа қалмау үшін соғып аламыз. Жан-жағын тазартамыз. Таяқшаларымызды түйреп шығамыз. Тоңазытқа емес, мұздатқышқа, достар, мұздатқышқа 4-5 сағатқа қатырамыз. Форма болмаған жағдайда осында одноразовый стаканға салып жасасаңыздар да болады. Немесе кез келген ыдысқа саламыз. Енді шоколад дайындаймыз. Шоколад және күнбағыс майы қажет. Шоколадты микроволновкада немесе водяная баняда ерітіп аламыз. Ерігеннен кейін кішкене қою болады. Сұйылту үшін күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырамыз. Мороженеларымыз қатты, өзінің қалпын ұстап тұрады. Енді формамыздан шешеміз. Бірден шоколадқа батырамыз. Мороженое салқын болғандықтан шоколадымыз тез қатады. Өздеріңіздің қалауыңызша әрлеп алсаңыздар болады. Шоколад тимей қалған жерлерді қасықпен жағып шығамыз. Қайтадан мұздатқышқа 15 минутқа қатырып аламыз.
шоколадымды қалып қойған целлофанға салып осылай бетіне жағып шықтым. Достар, видео ұнаса комментарий жазып, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.